Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бөлім атауы көлік және жол белгілері. Сабақтың тақырыбы қазіргі кездегі автокөлік түрлері. Бүгінгі сабақтың мақсаты сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру. Сын есімдердің шырай түрлерінің көркемдік ерекшеліктерін тану, сын есімді зат есімнің орнына қолдана білу. Кәнеки балалар, алдағы білімді еске түсіру мақсатында алтын сандық ойынын ойнап көрейік. Бұл тапсырманың дескрипторы алдыңғы білімді еске түсіреді, белсенділігі артады. Өздерің көріп отырғандай балалар, сандықтың ішінде сандар жасырылған. Әрбір санның өзіне тиесілі сұрақтары бар. Осы сандарды таңдай отырып, сұраққа жауап беріп, осы жерде көрсетілген, яғни өздерің таңдаған дөңгелектегі балды аласыздар. Егер де 2 деген дөңгелекшені таңдайтын болсаңыздар, сіздер 2 бал алатын боласыздар. 7 деген балды таңдайтын болсаңыздар, сұраққа жауап беріп, тапсырманы орындап, 7 балды аласыздар. Басқалары дәл осындай ізбен жалғасады. Ал енді балалар, бүгінгі тақырыбымызға ойысайық. Бүгін балалар біз сын есімнің шырайларымен танысамыз. Оның ішінде салыстырмалы шырай. Балалар, қазақ тілінде сын есімнің 2 шырайы бар. Олар салыстырмалы шырай және күшейтпелі шырай. Салыстырмалы шырай өзінің атында тұрғандай, 2 заттың сынын, түрін, түсін, көлемін салыстыру мақсатында айтылады, қолданылады. Мысалы, біркелкі сындардың бірінен екіншісінің артық немесе кемдігін салыстыру арқылы көрсететін шырайдың түрі салыстырмалы шырай деп аталады. Салыстырмалы шырай мынадай жолдар арқылы жасалады. Біріншісі рақ-рек, рақ-рек. Лау-леу, дау-деу, тау-теу жұрнақтары. Көбірек, қаттырақ, үлкендеу, тарлау. Қарап отырсақ балалар, көбірек, тым көп те емес, аз да емес. Қаттырақ, тым қатты емес, сол секілді ақырында емес. Үлкендеу, тым үлкен емес, және кішкентай емес. Көрдіңдер ме? Яғни балалар, бұл жерде 2 сынды түрдің түсін салыстыру мақсатында қолданылып тұр. Келесі жұрнақтары аң, қай, ша, ше, ғыш, ілдір, ғыл, қыл, ғылт, қалт, ғылтым, қылтым, шыл, шіл, шылтым, шілтім. Өздеріңіз көріп отырғандай, сарғыш, көгілдір деген секілді. Сарғыш деп айтатын болсақ, тым сары емес. Сол секілді ақшыл да емес, тым көк та емес. Немесе ақшыл көк та емес, көгілдір. Көрдік па? Яғни екеуінің ортасы. 2 түсті салыстыру мақсатында айтылып тұр. Енді балалар, жоғарғыдағы 2 жұрнақ, яғни рақ-рек, рақ-рек және лау-леу, дау-деу, тау-теу жұрнақтары кез келген сапалық сын есімге жалғанады. Ал төмендегілері 3 түрлісі: аң, қай, ша, ше, ғыш, ілдір, ғыл, қыл, ғылтым, қылтым, шыл, шіл, шылтым, шілтім арнайы, яғни кейбір сапалық сын есімдерге ғана жалғасады. Ендеше балалар, бүгінгі тақырыпты түсінгендеріңді көру мақсатында тапсырмаларды орындап көрейік. Бірінші тапсырма салыстырмалы шырай тұлғасында тұрған сын есімдерді тауып, жұрнақтарын дефис арқылы бөліп жазыңдар. Бұл тапсырманың дескрипторы салыстырмалы шырайды табады,
алған білімдерін қолданады. Өз жауабыңды тексеріп көр. Ал енді балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Яғни оқулықпен жұмыс. Кітаптарыңдағы бірінші жаттығуда диалог берілген. Сол диалогтан сын есімдерді тауып, салыстырмалы шырайға айналдырыңдар. Бұл тапсырманың дескрипторы түсініп оқиды, сын есімдерді табады, сын есімдерді салыстырмалы шырайға айналдырады. Өз жауабыңды тексеріп көр. Жақсы, балалар, бүгінгі сабақтың кері байланысын SMS әдісі арқылы маған жолдауларыңыз сұралады. Сабағымыз, балалар, аяқталды. Сау болыңыздар.